оқулықтарың. Бұл оқулықты оқу арқылы сендер қоршаған әлеммен танысасыңдар. Бізді қоршаған әлемде көптеген қызықты оқиғалар мен ғажайып құпиялардың бар екенін білетін боласыңдар. Өзің және мектебің туралы, ондағы тәртіп пен жолда жүру ережелерімен танысып, өзіңнің отбасың, ондағы мәдениет пен салт-дәстүрлер, қазақ халқының тарихы туралы білетін боласыңдар. Балалар, бұл бота. Ол қоршаған ортаны тану саяхатында жаңалықтарды бізбен бірге ашып, зерттеуге көмектесетін болады. Сонымен балалар, сендерге дүниені танып білуге сәттілік тілеймін. Балалар, біздің алғашқы танысатын тарауымыз өзім туралы. Бұл тарауда сендер жаңа достармен танысасыңдар. Өзің және достарың туралы айтуға жаттығып, игі істердің қуанышын сезінетін боласыңдар. Ендеше, дүниетану пәнінен бірінші сабағымыздың тақырыбы «Мен кіммін» деп аталады. Балалар, бұл сабақта сендер өздерің туралы айтатын боласыңдар. Алдымен, мен сендерді мына өлеңді мұқият тыңдауға шақырамын. Бүгін көп ойланып отырды балақай. «Мен кіммін? Сұрап көрейін анамнан», деп қуанды алақай. «Анашым, мен кіммін?» «Арман, сен менің ұлымсың балақай». «Енді атамнан сұрайын», деп қуанды балақай. «Ата, мен кіммін?» деп сұрады балақай. Сен менің немеремсің балақай». Бұл жауапқа таңданды да балақай көрші үйдегі досына кетті аяңдай. Жүгіріп келіп ентелеп: «Айтшы, Жұлдызай, мен кіммін?» «Арман, сен менің досымсың алақай». Таңданғанын жасырмай мұғалімге келді де: «Ұстазым, мен кіммін?» деп сұрады балақай. «Арман, бүгіннен бастап сен оқушысың алақай», деп қуанды ұстазы. Ал балалар, бұл өлеңнен нені түсіндіңдер? Сонымен Арман кім екен? Иә, дұрыс айтасыңдар. Арман анасы үшін ұлы, атасы үшін немересі, Жұлдызай үшін досы, ал ұстазы үшін оқушысы екен. Ал енді айырмашылығы мен ұқсастығын табу ойынын ойнайық. Ендеше суретке назар аударайық.